Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. 8-ші дәрісімізді бастаймыз. Дамир тақырыбы, яғни дамир кейде сөздің соңында ху және хи есімдіктері жалғанады. Бұл жалғаулар дамир деп аталады. Егер ху дамирі сөздің соңында болып, харакатты дамма болса, әрі алдыңғы және кейінгі әріптердің харакаты бар болса, бұл жағдайда ху дамирінен кейін мәд әріптерінен уау бар секілді созылып оқылады. Бұл көрінбейтін уау әріпі уау мұқаддара жасырын уау деп те аталады дейді. Жалпы мен барлық жерде мединалық Құран, мединалық баспа, мединалық шрифті Осман Тоқа атамыздың жазып шыққан жасыл кітап бар. Сол жерде бұл ереже ху хи деп қай кезде созылады, қай кезде созылмайтынын ойланып отырмайсыз. Сол жерде барлығы жазылып кеткен. Көп нәрсе жеңілдетіп кеткен сол Құранда. Бірақ сонда да бір көрсетіп айтып түсіндіріп кетем. Яғни бұл ереже, бұл жерде айтып тұрғаны ху хи аяттарда келеді жаңа кейбір жерлерде, және алдыңғы әрпі харакатты болса, одан кейінгі әріп харакатты болса, ху болып келсе, ху деп екі харакатқа созылады, екі дамма болып. Ху екі дамма болып. Хи болып келсе де солай. Хи болып келсе де, мысалы, екі жағынан харакат келіп тұр, көрдіңіз бе? Мына жерде харакат, мына жерде харакат. Яғни тек харакат келу керек. Осындай кезде хи болып екі харакатқа созылады. Екі и бар, ол бар секілді. Хи деп екі жағынан екі харакат келу керек, және сөздің соңында болу керек. Бұл бастапқы шәкіртке қиындау. Себебі мына жерде ережеге бұндай жағдайда созылмайтын жерлер де бар, немесе ережеге бағынбайтын жерлер де бар. Сондықтан қазір альхамдулилля Құранда барлығы жеңілдетіп көрсетілген Құрандар бар сондай. Мединалық басқа, мединалық шрифт, мединалық мұсхаф Құран мен оқыңыз. Жалпы мен барлық тәжвид сабақтарым сонымен байланысты болады. Именно сол Құранға меңзеп отырам. Бисмилlah. Мааху екі харакатқа созасыз. Мединалық Құранда осылай көрсетіліп тұрады. Егер бір ху болса, бір ху болып созасыз. Екі ху болса, мұндай кішкентай астында тағы ху тұр, у тұр. Онда екі харакатқа созасыз. Осылай екі у тұрса, екі у қылып, екі харакат мөлшерінде созасыз. Барлығы көрсетілген. Сондықтан тәжвидтің көп жерін тек біліп кетсеңіз, соның өзі жетеді. Мааху ашидда'a жа'алаху даккан қаумуху қала расулуху валлазина ربه بكلمات أخلده كلا. Дәл осы секілді хи дамир сөздің соңында касралы болып, алдындағы және кейінгі әріп харакаты бар болса, бұл жағдайда
хи дәмирінен кейін мәд әріптерінің я бар секілді созылып оқылады. Бұл я әрпі я мұқаддара деп аталады. Мысалы дәл манағыдай тек я келеді, екі жағында харакаты бар. Бихи иннаху биядихи уқадату мислихи вад'у бисихрихи фамаса ва кутубихи ва русулихи қабалихи афала. Жаңа алдыңғы дәрісте өткендей, алдыңғы мәттегідей екі харакатқа созамыз бұл жерде де. Худы да, хиді да. Дәл осындай болып келсе егер Құранда. Ал егер хамзамен келсе, онда егер мәттен кейін хамза келсе, төрт харакатқа созып отырамыз. Оны алдағы дәрісте түсіндіріп айтам. Негізі бұл дәмирді тек бір біліп шықсаңыз бұл жарайды, жеткілікті. Себебі Құранда бұл ережені іздеп ойлап отырмайсыз. Себебі ол жерде дайын келген мединалық баспада. Хамза белгісінің сөз құрамына жазылған орнына қарай оған тірек қызметін алиф, я, вау әріптері атқарады. Кей жағдайда хамза жеке дара да жазылады. Хамзаның жазылуы хамза сөз басында тірек қызметін алиф атқарады. Егер хамзаның харакаты фатха немесе дамма болса, хамза алифтің үстіне, кәсра болса астына жазылады. Яғни хамза сөз ортасында және сөз соңында жазылу ерекшеліктері мынандай. Егер хамзаның немесе алдындағы әріптің харакаты кәсра болса және хамза я әрпінен кейін келетін болса, хамза тірек қызметін я әрпі атқарады және бұл әріптің екі нүктесі жазылмайды. Тірек қызметін атқарып тұрған я әрпі оқылмайды. Мысалы, яғни хамза, бұл жерде хамза жайлы айтып жатыр. Хамза әртүрлі болып келе береді, сол жайлы айтылып жатыр. Тірек қылып я, вау, алифті өзіне подставка ретінде, тірек ретінде пайдаланады, немесе пайдаланбай да өзі жеке жазылады, түрленіп келе береді. Яу мә изин, мысалы мына жерде яны пайдаланып тұр, көрдіңіз бе? Ортасында я осылай келеді, бірақ яның нүктесі жоқ, нүктесі жазылмайды деп тұр. Мына жерде алифтің үстінде вау дамма келсе, үстінде жазылады ғой, вау мен дамма әрдайым әріптердің. Осылай келсе, фатха мен дамма үстіне жазылады деп тұр. Міне хамза. Егер кәсра келсе, астына жазылады. Себебі кәсра астына келеді ғой әріптің. Ештеңе қиындығы жоқ. Тек біліп жүрсеңіз болды. Себебі Құранда мынау не зат деп түсінбей тұрмасаңыз болды. Оқыла ма, оқылмай ма дегендей. Оқылмайды бұл жерде. Хамзада алифте оқылмайды. Тек харакаты оқылады. Міне, егер харакаты болса. Харакат біз сукунмен де келуі мүмкін. Ол кезде ол тақырыпқа келеміз. Егер хамзаның немесе алдындағы әріптің харакаты дамма болса, тірек ретінде вау жазылады, бірақ вау әріпі оқылмайды. Бұл нәрсені айтып отырмын ғой. Мысалы, басыңызды қатты ауыртып керек емес, тек мына жерлерді көріп алыңыз. Доу-лә деп тұр ғой, көрдіңіз бе? Доу-лә. Хамзаның үстіндегі даммасы оқылады харакаты. Хамзаның астындағы вау хамзаның тірек ретінде пайдаланады. Оқылмайды хамзада, вауда оқылмайды астындағы. Үстіндегі о оқылады тек. Осы жайлы айтылып жатыр.
егер хамзаның және алдындағы әріптің харакаты фатха болса, тірек қызметін алиф атқарады. Мысалы, алифтің үстінде келеді, міне жаңағыдай мына жақта көрсеткендей, алифте хамзада оқылмайды, харакаты оқылады. Осыны біліп алсаңыз болды. Тек себебі Құранда тек көрген кезде шатаспау үшін. Кей уақытта ережеден тыс жағдайлар кездеседі дейді. Хамзаның харакасы дама болғанына қарамастан тірек қызметін алиф атқарып тұрып, бұл сөздің мынандай да нұсқасы бар дейді. Міне, яқрау. Хамзамен уау келіп тұр, үстінде даммасын оқисыз дейік. Яқрау. Егер хамза харакатсыз болып сукундалған жағдайда, тірек қызметін алдындағы әріптің харакатына сәйкес болады. Якулуна шита би сама бу сун. Осындай жаңа айтып отырмын ғой, сукунмен келген кезде, жаңа айтып отырған кезде нәрсем осы. Міне хамза сукунмен келді. Бұл жерде сукун, хамза, алиф деп оқылмайды. Тек я деп си, би, бу немесе осылай оқисыз. Я деп айтасыз. Я деп айтып атқан кезде тамағыңызды қысып қаласыз. Бұл тек осы жағдайда осылай оқылады. Егер хамзамен сукун келіп қалса осылай. Я кулуна деп алдыңғы әріпті дыбыстап атқан кезде харакатымен тамағыңызды қысып қалсаңыз, осылай дұрыс дыбыстайсыз. Я кулуна шита би сама бу сун. Осылай оқылады сукундалған кезде хамза алдыңғы әріп харакатымен. Бұл хамзаның бар екенін білдіру үшін осылай оқылады. Тек осы кезде хамза осы жері ерекшелеу. Егер хамза харакаты сукундалған әріптен кейін келетін болса, ешқандай тірексіз өзі жазылады дейді. Бұл енді бізге керек емес. Қашан өзі жазылады, қашан қалай жазылады, Құранда бәрі бізге көрсетіп тұрады. Бізге тек білу керек нәрсе шайун. Хамза өзі келіп тұр. Жаңа айттым ғой, хамза әртүрлі болып келе береді. Өзі де келеді. Шайун. Міне үстіндегі тәнвин оқылады тек. Тәсәәлә харакат оқылады тек. Хамзаның өзі оқылмайды. Тек сукунды болған кезде мана білдірту үшін жаңағыдай оқисыз. Хамза мәт әріптермен бірге алиф, вау, я мәт табиғи болады, яғни созылады. Мәт табиғиға алдағы дәрістерде тоқталамыз. Хамзаның оқылуы, егер хамза сукун болса, сәл жуан дыбысталады және өзінің алдындағы әріп кейінгі әріптерге арасында сәл тоқталады. Харакаты болса да дәл осы секілді сәл тоқтап оқылады. Бұл тоқтау хамзаның бар екенін білдіру үшін жасалады дейді. Жаңағы біз сукунды оқыдық қой, сол бір жерде ерекше өзінің бар екенін білдірту үшін тамағыңызды қысып оқисыз.